Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен пирожки дайындаған болатынмын. Енді соның рецептімен бөлісемін. Менің видеомды соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ең бірінші тестін дайындаймыз. Жылы суға тұз, ашытқы салып былғаймыз. Оған бір ас қасық өсімдік майын құйып, ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Тестіміз тез көтерілу үшін бетіне целлофан жауып, үстіне орамалмен жауып жылы жерге қоямыз. Енді ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Картопты суға пісіріп, піскен соң оны шанышқымен еземіз. Жуаны турап, оны майға қуырып аламыз. Картопқа тұз, бұрыш саламыз, үстіне қуырылған жуамызды салып, араластырамыз. Осымен салмамыз дайын. Тесті жақсы көтерілген, енді оны бір илеп аламыз. Шетінен үзікпен бөліп алып, астына май жағып, орташа қалыңдықта, мықты қалың қылмай, орташа етіп жазып шығамыз. Үстіне картопты салып, өз қалау бойынша түйіп шығамыз. Осылай барлығын алдын ала дайындап аламыз. Сосын қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Осы мезетте майымыздың астын жағып, қыздыра береміз. Қызып тұрған майға осылай пирожкилерімізді барлығын пісіріп аламыз. Осымен менің пирожкилерім дайын, өте дәмді болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.